Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағынан кезекті сабағымызда бастаймыз. Балалар, суретке мұқият қараңыздаршы. Не байқап тұрсыздар? Иә, бұл жерде ең алғаш бумен жүретін көлікті және одан кейін Карл Бенц ойлап тапқан өздігінен жүретін арбаны және де қазіргі заманауи көлікті байқауға болады. Демек, балалар, біз бүгін көліктің шығу тарихы туралы сабақ өтетін боламыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Оқу мақсаты негізінде біз бүгін жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Сондай-ақ сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есім орнына қолдана білу оқу мақсатынан сан есімнің мағыналық түрлерін біліп, мәтін ішінен есептік сан есімді таба аламыз. Балалар, кітаптарыңда берілген көліктің пайда болу тарихы тақырыбындағы мына мәтінді оқиық. Адам баласы ежелден қысқа мерзімде ұзақ қашықтыққа жету, өз жұмысын жеңілдету, еңбек өнімділігін арттыруды армандаған. Олар жолаушы және жүк тасымалдау үшін механикалық құрылғылар жасай бастады. Ең алғаш өздігінен қозғалатын бумен жүретін көлік 1769 жылы Францияның соғыс министрі Этьен Франсуаның тапсырмасымен құрастырылды. Бұл көлігін Николас Джозеф Кагнет пен әскери механик Брезин Парижде құрастырып шығарды. 5 тоннаға дейін жүк тиеуге болатын бұл көлік сағатына 4 шақырымды ғана бағындыра алатын еді. Көліктің осал жері тежегіші болған. Осының кесірінен бірнеше рет жол апатына ұшырап, нәтижесінде 1771 жылы көлікті шығару тоқтатылды. Соған қарамастан Кагнеттің көлігі тарихтағы ең алғашқы көлік болып саналады. Ал жанармаймен жүретін алғашқы көлікті жасап шығарған Карл Бенц. Ол 1885 жылы 3 дөңгелекті 3 орындықты көлік жасап шығарды. 3 дөңгелекті көлік ыңғайсыздау болған соң, 1893 жылы қозғалтқышы 3 ат күшіне тең 4 дөңгелекті автокөлік ойлап тапты. Ол Мерседес-Бенц көліктерінің атасы, тұңғыш шығарушысы. Қазіргі көліктердің күші 40 аттың күшіне тең. Балалар, осы берілген мәтінді оқи отырып, төмендегі жетекші сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, алғашқы көлікті құрастыруға кім себеп болды? Екінші, бұл көлігі сағатына неше шақырым жүрді? Үшінші, алғашқы көлік не себепті жол апатына жиі ұшырады? Төртінші сұрақ, 1893 жылы Карл Бенцті 4 дөңгелекті автокөлік ойлап табуға итермелеген не нәрсе? Бесінші сұрақ, қазіргі көліктердің күші қандай? Балалар, енді сан есімнің мағыналық түрлеріне тоқталайық. Кітаптарыңда берілген ережеге сәйкес сан есімдер 6 түрге бөлінеді екен. Олар есептік, реттік, болжалдық, топтау, жинақтық және бөлшектік. Ал енді есептік сан есім дегеніміз не екен? Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5, 10, 12, 100, 28. Яғни, ешқандай жалғау жұрнақсыз қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін. Яғни, есептейтін сан есімдерді біз есептік сан есімдер деп атайды екенбіз. Есептік сан есімдер дара бола алады, яғни бір ғана сөзден тұрса,
мысалы 5, 2, 3 деген сияқты. Және де күрделі бола алады. Мысалы 1879. Осы берілген ережеге сәйкес төмендегі тапсырмаларды орындайық. Көліктің шығу тарихы деген мәтінді өздеріңіз мұқият оқып, ішінен сан есімдерді теріп жазыңыздар. Оларды құрамына қарай ажыратыңыздар. Балалар, біз бүгінгі сабақта көліктің шығу тарихын білдік. Жетекші сұрақтар арқылы мәтін мазмұнын түсіндік. Есептік сан есімдерді мәтін ішінен таба алдық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.